Әр қазақтың басына бірнеше кредиттен келеді деген сөз бүгінде ешкімді таң қалдырмайды, қорқытпайды. Біз үшін кредит алу норма болып кеткен. Мемлекеттің халықтың жағдайын жақсартуға арналған бағдарламалары еш нәтиже беріп жатқан жоқ. Баршаға сәлем. Сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағдат. Бүгін нәтижесіз мемлекеттік бағдарламалар мен оның құрбаны қарапайым халықтың жайын сөз етеміз. Бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілді контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Қазақстандықтар неге кредит алады? Өйткені халық кедей. Алдымен кедей қазақстандық кім деген сауалға жауап берейік. Ай сайынғы жалдамалы үйіне, тамақтануына, жеке көлікке, не болмаса таксимен жүруге қаражаты жетпейтін, қалаған киімін ала алмайтын, шетел демеймін, тым болмаса демалыс күндері киноға, театрға шыға қазақстандық кедей саналады. Бай, орта, кедей таптардың статистикасына назар аударсақ, Қазақстанда аса байлар 1%, байлар 4%, орта тап 20-25%, ал қалған 75%-і кедейшілік шегінде өмір сүретіндер. Бұл Қазақстанда көпшілік кедей екенін растайды. Салықтың басым бөлігі орта тап өкілдерінен түседі. Сондықтан өмір сүру деңгейін арттыру үшін біз орта таптың көрсеткішін арттыруға жұмыс жасау керекпіз. Ал қазіргі бағдарламалар кедейлік шегіндегілердің орта тапқа көтеру үшін емес, 400-500 мың алып жүрген орта тапқа тиімді етіп жасалып жатқандай. Ол ипотека алып, ай сайын 100 мыңнан төлеп тұрса, артынан автонесие алып, 100 мыңы сол жаққа кетіп жатса да, қалған 200 мыңға өмір сүре береді. Мүмкіндігі болған жағдайда табысын өсіруде әбден ықтимал. Ал бізде 400-500 мың деген еңбек ақылар өте аз екенін орташа жалақы мөлшерінен ақ байқауға болады. Білесіздер, 2021 жылда орташа жалақы мөлшері 275.580 теңге болды. Негізі бұл статистиканы шығаратындар қулық жасауда. Шындыққа жанаспайтын цифрларды шығарып береді. Негізі дәл келетін есеп медианалық жалақы. Ол 2021 жылы 157.900 теңгені құрады. Енді мысал ретінде Астанада орташа жалақы алатын азаматтың айлық шығынын есептеп көрейік. Жалдамалы пәтердің өзіне 120 мың кетсе, бұл 150 мыңнан қалған 30 мың оның өзге қажеттіліктеріне жетпейтіні анық. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 37.389 теңге екенін ескерсек, тұтыну себетіне кіретін азық-түлік пен киім, тұрмыстық химия заттары, коммуналдық төлемдерге ақша жетпейді. Бізде онсыз да тұтыну себетіне өте аз дүние кіреді. Оның өзіне жетпесе, халықтың жағдайы мәз емес екендігі айдан анық. Халық тіпті кедейлік шегінде өмір сүретінін байқамайды. Адам өзінің, отбасының қажеттілігін қанағаттандыру үшін 2-3 жерде жұмыс жасайды. Бізде адам бірнеше жерде жұмыс жасауы да нормаға айналып кетті. Ал негізінде байлығы жеткілікті. Дамыған елдің азаматы олай жұмыс жасамауы керек. Күндізгі жұмысынан кейін түнделетіп таксиге шығып кету норма емес. Адам мәдени, рухани азық жинап, жаны мен тәні демалуы керек. Мемлекет деңгейінде бұны ойлап жатқан ешкім жоқ. Бұл тіпті мәселе ретінде күн тәртібінде ешқашан қарастырылмайды. Баспана алсақ та, көлік алсақ та, той жасасақ та, баланы мықты білім мекемесіне оқытсақ та, шетелге демалуға шықсақ та, техника алсақ та, қазір тіпті киім сатып алу үшін біз кредит аламыз. Бізде бәрі бар, бірақ бәрі кредитке алынған. Бәрі Қазақстанда ипотекамен баспаналы болуға, автонесие алуға, зейнетақы қордан қаражат алуға мүмкіндік бар деп мақтайды. Бұл бағдарламалар негізі бізге көмектесу керек, бірақ шын мәнінде олардың көмегі тиіп жатқан жоқ. Алысқа бармай-ақ жақында яки 16 мамырда басталған жеңілдетілген автонесие бізге не берді? Жауап: қосымша кредиттен басқа ештеңе бермейді. Бөлгендері 100 миллиард. Ол дегеніміз бір қазақстандыққа орта есеппен 10 миллион теңгеден бөлінсе, 10 мың көлікке ғана жетеді. Шамамен 12 миллион жұмысқа қабілетті азаматы бар елде, әрі 10 мыңды өңірлерге бөлсек, әрқайсысына 1 мың ғана көліктен шығады. Одан да жаңағы 100 миллиардты тиімдірек пайдалануға болатын еді. Мен экономикаға жақын адам емеспін, бірақ менің қолыма 100 миллиард берсе, оны бір күнгі қуанышқа емес, ертеңгі күні маған үстінен табыс әкелетін іске жұмсар едім. Мемлекет 10 мың адамға бастарына кредит іліп қойып қуаныш сыйлағанша, 10 мың маманды автомобиль өндірісі бойынша шетелге оқуға, тәжірибе алуға жібергені жөн болар еді. Не болмаса зауыт сатып алуға да жетіп қалар. Tesla сынды 2 миллиард доллардың болмаса да 231 миллион долларға әбден бір толыққанды көлік зауытын ашуға болады. Инвестицияға құйылатын қаражат ертең үстінен табыс әкелетін, яғни жұмыс жасайтын қаражат. Ал біздің автонесие қосымша ақша тудырмайды. Керісінше ертең бұл көлік ескіреді, апат, адамның жұмыстан шығып қалуы сынды жағдайлар орын алады. Ол тек жеке тұлғаға қатысты. Ал мемлекет тарапынан алып қарасақ, 10 мың бензин тұтынатын көлік экологияға зақымды арттырады. Жалпы бұндай ұсақ та ауқымды да проблемалар толастамайды.
Ал енді әрбір қазақстандық бас ауыртатын мәселе баспанаға тоқталайық. Ипотека ұсынатын 7-20-25, 5-10-20, ұмай, орда, отбасылық ипотека сындылар толып жатыр. Жақсы, біз ипотекаға үй алып, бәленбай жылға соған байланып қаламыз. Ол уақыт аралығында еш өсім болмайды. Әйтеуір тек осы баспананы 20-25 жылдан кейін өз атымызға аудару үшін жұмыс жасаймыз. Қанша жерден тиімді деп алданып жатқанымызбен үстінен қосылатын проценттер тым көп. Үйдің бағасын 2 есе төлейтініміз бар. Сонда адам 20 жыл бойы өмірдің рахатын сезініп, ел аралап, қыдырып, қалағанын алып, ақшасын арттырудың орнына ай сайын қомақты қаражатпен ипотекасын жабуды ойлау керек. Бұл мемлекет тарапынан бізге беріліп жатқан қайыр сынды. Біраз уақытқа ауыздарын жаба тұрайық деп, осымен көңілімізді аулап қояды. Бүгінде бар бағдарламалар елдің жаһандық проблемаларын шешпейді. Мысалы, Жапонияда 1,2%, Швейцарияда 1,4%, Финляндияда 1,5%, Швецияда 1,8% мөлшерлемемен үй алуға болады. Жалпы көптеген елдерде ипотека бойынша мөлшерлеме 2%-ға жетпейді. Қазақстанда тәуекел тым жоғары, ал Еуропада өмір сүру деңгейі жоғары, яғни тәуекел аз. Олардың төлем қабілеттілігін бізбен салыстыруға болмайды. Бастысы инфляция деңгейі төмен, ал бізде үнемі өсіп келеді. Қазақстан қазір саяси жағдай тұрақсыз, өз өндірісі жоқ, жас мемлекет. Жалпы бүгінде тек мұнайдың бағасы тұрақтанып, Қазақстан мықты көрінер. Жарқын болашаққа сенім беретін экономикалық даму жобасы да жарияланған жоқ. Дегенмен мемлекет халықтың пайдасына тиетін қысқа мерзімді, тиімді бағдарламалар жасауы тиіс. Қазір мамандарға, кіші және орта бизнес өкілдеріне жеңілдіктер жасап, жағдайларын көтеріп алуға мүмкіндік беру керек. Басқару процедураларының қарапайымдалануы, ортақ шешімдерді қабылдаудың ашық болуы, мемлекеттік аппараттың қысқаруы, әлеуметтік маңыздылығы бар ақпаратқа еркін қол жеткізу сынды шараларды жүзеге асыру уақытында бұл тиімді қадам сияқты. Мысалы, Грузия аз уақыт аралығында бұндай экономикалық өсімге қалай жеткенін бәріміз білеміз. Неге олардың өмір сүру деңгейі бізден жоғары? Нақты қандай қадамдар жасалып деңгейі артты? Реформалар екені мәлім. Бізде де биыл жаңа Қазақстан реформалар кешенін бастап кетті. Қатаң әрі тиімді болса, ертеңгі күні біздің де жағдай жақсарар. Көрейік. Қорыта айтқанда, тиімсіз әлеуметтік экономикалық саясаттың арқасында бай елдің халқы кедей болып отыр. Үнемі популистік бағдарламалар ашып халықты алдайды. Тек атауларын халыққа өтетінде әдемі етеді. Ал нәтижесінде бұл бағдарламалар елдің өмір сүру деңгейін еш арттырып жатқан жоқ. Қазақстан үшін енді нәтижесіз, аты әдемі, ішкі мазмұны жоқ қысқа мерзімді жобалардан шығып, шынымен де экономикалық процесті жылдамдататын ірі жобалардың уақыты келген сияқты. Келісесіздер ме? Ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.